Кешірім сұрай білу әдебі. Орынды сөйлей білген адам кешірім сұрауға мәжбүр болмайды. Әдептілік туралы сөз болса, тілдік қолданысымыздан кешіріңізден артық әдемі сөз таппаймыз. Сіз басқалардан бір нәрсе сұрағанда өтінемін дейсіз. Біреудің сіз үшін жасаған ісіне, жылы сөзіне рахмет айтасыз. Ал кешіріңіз сөзінің жұмсалатын жері көп. Оны сұрақ ретінде, назар аудару үшін немесе кешірім сұрау үшін қолдануға болады. Егер сіз көпшілік жиналатын орында мектеп дәлізінде кетіп бара жатып, кездейсоқ біреумен қақтығысып қалсаңыз, оған кешіріңіз деп айтасыз. Кинотеатрға барғанда орныңыз ортаңғы жақта болса, ол орынға өту үшін біреудің алдынан өткен кезде кешіріңіз деп айтқан жөн. Немесе өтіп бара жатып біреудің аяғын басып кетсеңіз, кешірім сұраймын деп айтыңыз. Егер бірнеше адам бір-бірімен сөйлесіп, сіз шығатын жолды жауып тұрса, онда сіз олардың жылжығанын күтпей, оларға естілетіндей етіп, сыпайы түрде кешіріңіз деп айтсаңыз жеткілікті. Егер сіз біреумен әңгімелесіп жатып, оның айтып жатқанын толық естімей қалсаңыз, кешіріңіз немесе кешір деп айтыңыз. Сонда ол айтқанын қайталайтын болады. Жалпы, қыздар ер балаларға қарағанда үстел басында ыңғайсыз жағдайлардың алдын ала алады. Ондай жағдай орын алғанда ештеңе болмағандай сыңай танытудың қажеті жоқ. Бар болғаны кешірім сұраңыз. Егер сізге кезекте күтіп тұрған адамдардың арасынан өту керек болса, кешіріңіз деп айтыңыз. Ештеңе байқамағандай боп, олардың арасынан еркін өтуге тырысу қате. Себебі, кезекте тұрған адамдар өзінің орнына басқа біреудің келіп тұрғанын қаламайды. Бірақ сіздің олардың орнына тұрып алмайтыныңызды білсе, олар артқа жылжып, сізді өткізіп жібереді. Егер сіз сөйлесіп тұрған досыңыздың айтқанын дұрыс естімей қалсаңыз, немесе оның қайталағанын қаласаңыз, кешіріңіз немесе кешір деп айтыңыз. Деп сұрау дөрекі естілуі мүмкін. Себебі дегенде айқайлаған секілді боласыз. Ал ханшайым ауыр жұмыспен айналысып жатса да, тіпті спортпен шұғылданып жатса да айқайламайды. Егер сіз жұмыс жасап жатқан біреудің назарын өзіңізге қаратқыңыз келсе, кешіріңіз немесе кешір деп айтыңыз. Тіпті ол кітап оқып отырған әкеңіз болса да, компьютерде отырған анаңыз болса да. Шыдамсыздыққа бой алдырып, қолды сілтеу немесе деп күрсіну қате. Себебі кешіріңіз деп айту біреудің назарын аударудың ең жақсы тәсілі. Ханшайым көпшілік орында бірдеңе жасағысы келсе, қасындағыларға кешіріңіз деп ескертеді. Мәселен, біреудің алдынан өтерде немесе біреудің назарын өзіне аудару үшін кешіріңіз деп айтады. Деп айтпайды. Кешіре білуде өнер. Демекші, ханшайым тек қана кешірім сұрап қана қоймай, кешіре де білу керек. Осы кезде сөздің реті келіп тұрғанда, ғұлама, ойшыл, шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың кешірімділік жайлы тамаша толғағаны жайлы айтып кетсем бе, деп отырмын. Біреудің мінін кешірсең, Құдай да сені кешеді. Бірінде қылмай есірсең, төбеңді әлі-ақ теседі. Көңілі жұмсақ адамның күрмеуін тағдыр шешеді. Пейілі жаман адамның орыны дайын деседі. Ханшайымдарым, бүгін сендерге Ханшайым бол кітабының 3-ші әдебін оқып бердім. Сендерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.